Ты говоришь мне, я должен на мотоцикле приехать, да? Да. Не, бля, кроме шуток, он, блядь, конь пиздец устал, базара нет. Конечно устал. Он еще записывает, оказывается. Я матерюсь, что хоть бы при этом предел бы. Я бы не матерился, был бы хорошим. И конь устал, что еще? Что еще? Претензии. Претензии сын нормальные, короче. Я не люблю только снимать. Так. Ой, сейчас. Вот это. Все, мусор. Короче, у тебя тут мусорка. А вон в этом. Вон, ведро. Тұрған ауаның иісі анау қарағаймен ерекше. Ал ағамызбен жақсы тур жасап қайттық. Керемет. Сізге рахмет. Көп жаңа өсімдіктер, алманың атасы барлығы жайында айтып бердіңіз. Керемет болды. Өзіңіз қандай әсер алдыңыз? Ерекше әсер еттім. Келіңіздер бұл жерге. Табиғат бұлғамаңыздар. Жабайы табиғат. Сол ана иісі де керемет, ерекше. Бірінші қалпында сол қалай қалпында солай сақтайық адамзат. Бәрі жақсы болсын. Жақсы білуім керек. Шай ішуге әңгіме. Омар Ташы жігіт шайға шақырды. Қонақ жай жігітіге. Резерватия возле яблони Сиверса как приняли? Принято, до связи. До связи. Осылай айтып тұрасыздар ма? Иә, хабарлайды өздері. Мысалы 9-да, 9 болмай бір шығамыз. Сосын кейін сағат 11-де бір шығамыз. Содан кейін барып неде 3-те, 5-те, 7-де, 8-де шығамыз, уже конец связи дейді. Пазар опасный периодта сол сағат сайын шығып тұрамыз. Не болса бір төтенше жағдай орын алса, онда уже хабарласамыз рацияменен. Осылай төтенше жағдай болды. Мұның шошқалар қазған жерлер ғой. Бұл жерде су бар, солардың іздері ғой. Диплом алдық. А бірақ та енді оны мысалға сол неде оқығанда да өзіміз оқимыз, кітаптан оқисың, аннан оқисың, бересің просто өзіне бір қызық нәрсе ғой. Оны оқи бересің, өте бересің. Бала кезден табиғат несіне қызығатынмын десеңші. Мектептен басқасы керек. Мұғалым қалтасын паштыйын болған мықты. Зоология Бәрі түсіреді ғой мысалы. Табиғат сүйретіп тұрған ела. Мүмкін заңсыз бірден қарамай қойды ана не. Түсіре бер. Қай жерге қоямыз деп необдуманные действия дейді ғой. Сүйретке түсірмесең қалай болады табиғатта. Қарағат. Смородина Мейера дейді. Мына жақ. Неше түрлі өсімдіктер. Енді қазір
төбеге қырға шыққаннан кейін Иә. табиғаттың көрінісі вообще басқаша болады. Ерекше көрінісі. Өзің әсер етесің. Соны ана бізде мысалы енді шұңқырлау нелеу жер ғой. Иә. Мынау енді күнгей бет өсімдіктері. Иә. Ол жерде басқаша болады. Тастақ. Әуді болып тұрған тез пісіп жетіледі ана. Бір жетіге жетпей тез ұрған етеді. Жоғарлай бастасаң, қырлау жерде жел жақсы. Маралдарын, еріктерін қырға, көбінесе қырға шығып жатады. Салқын болғасын ба? Салқын болады. Көбінесе теріскей бетте. Теріскей бет суық болады ғой? Иә. Соған неді. Салқын жер жақсы көреді. Қыстың күні күнгей бетте жүреді. Тастақта неге. Миграция дейді. Миграция жасайды. Миграция жылысай дейді. Жылысай артына жатысай сол ана. Қыстың күні сол жақтан қыстақ шығады. Большой қора, малый қора деген жерлер бар. Сол жақта қыстай ма маралдар? Иә, солнечный долина дейді. Сол жаққа барады. Мына жер салқын нелер нелер әлі. Басқа? Басқа. Ан жақтағы уже пісіп жетілді. Мына жердегі енді. Бұл жер мезгілі басқаша десеңші? Салқын. Табиғаттың несі, климат дейді ғой, температура, ыстық, суық, сол бәрі әсер етеді ғой. Иә. Судың бойындағы өсімдіктер басқа болады. Қырдағылар басқа. Салқын жерлердікі енді жасыл бүтірлі не сияқты. Түрі де басқа. Малиналар неден көрді? Таңғурай дейді ғой қазақтар. Иә. Таңғурай дейді. Бұл жақ жасылырақ екен, ә? Рапончикум сафлоревидный. Соған ерекше қорғалатын шөп па? Марал қамыры дейді. Марали корень. Оны кімдер жылды анау? Қытайға сататындар емес пе? Бәрі шөп қой. Жомлар алатау резерват. Мына жақта резерват бар. Ол резерват пен ненің ұлттық парктың не айырмашылығы не бар? Бұны алмағаш бұл қызыл кітапқа енген ғой. Жабайы алма. Бұның солағы бұрынғы атовизм дейді ғой. Генетический унаследованный прародительских яблонь дейді ана. Бүткіл дүние жүзіндегі алманың несі осы жабайы алмадан қараған. Несі бар, калировка жасайды, не жасайды, сорттар шығарады, неше түрлі. Бірақ негізі бұның недері мықты. Калировать еткенге де суыққа да төзімді, сол
қандай қай суғармасыз жерде өсе береді ол ана. Өзі мысалы жабайы аңдар жеп тезек дейді ғой, тезек дегеннен кейін соны внутренний термообработка дейді, ана ішінен сол өз жабайы аңдардың несінен термообработка неге тағы содан тезегінен шыға береді тұқымынан. Немістер алып барған ғой нені, алманы алып барып отырғызған, сонымен шықпай қойыпты. Ол не үшін шықпайды деген соң, мына жақта қалай болса өседі, жерін нете. Соң бір жыл зерттеген, содан кейін сиырлар жеп тезектегеннен кейін тезегінен сол тезегін зерттеген ғой. Сол жерден бір жылдан кейін жабайы алма пайда болады. Анау нелер, жабайы аңдар нелер табиғат бір-біріменен тығыз байланысты ғой. Жануарлармен алманың байланысы бар десеңші. Бәрі табиғат бір мысалы табиғатта бір нәрсе болмай қалса, сол көп нәрсеге әсер етеді ғой. Мысалы Қытай елінде жабайы торғай дейді ғой, суық торғай дейді мұны. Воробей. Соны біз культурный революция жасаймыз деп алып кіріп тастаған ғой бәрін. Мынандай ағаштар нелер сола бастаған. Сол оланы тля, моль бәрін сол торғай ғана жейді екен. Сол неткен. Осы жерден бастап ерекше оқуға қалатын жер ғой. Мен паласа дейді ғой, мерез ғой ондай жыртылады ғой. Содан басталады. Ажары қайда Черная речка деген өзен. Мынау ма сонда қара өзен деген? Тасыған кезде анау арналары жатыр ғой мұны. Соны асып кетеді. Неге бұл қара өзен? Бұл Черновский деген бұрын граф па, купец па, соның заимкасы болған ғой. Совет үкіметінен келіп жатқан ел ғой. Бұл анау бөренелерді сумен ағызып алып келген ғой. Ағыз қатты болған ма? Жоқ, анау көктемде тасығанда анау тастарында бәрін ағызып алып келеді. Нелерді, мына бөренелерді бәрін көктемде қатты болады десеңші. Ағаш, жабайы. Бәрі өсе береді ғой. Қайында, нелерді. Предупредительный знактар дейді, нелер бар, жылан бар, не бар, сақ болсын деп. Кенелер тауып алдым да үстінде, бірақ шаққан жоқ. Олар не ма? Клещук. Шақса ауру болып қалмай ма? Жоқ, бізде егеміз ғой, прививка аламыз. Қазір ежевика бар, а? Ежевика көп. Оларды аюлар жей ма? Аю жейді, борсақ, аю, құстар. Бәрі жей береді. Ежевика бар, қарайды тұрған. Черемуха деген. Тима береза. Машине жоқ.
Життен станцияда болды. Амлай. Жүрем, мына Жоқ, шешіп берген жер. мына. Мына болды. Амлай ye. Давай екі ауылым біз келгенше осында бола тұр, я. Мынау анау үстіңгі жағындағы несі, анау стрелкасы. Сол мынау мысалы мынау Акынодан, мына Акынодан, сол ана бір жоғар жағындағы не указывает, мына жақ 16-шы квартал. 6 квартал деген не сонда? 16-шы бөлінген ғой. Анау мұны 22-ші квартал, ол мына жақта. Сонда анау жердің территорияларын Иә, территорияның квартальный бөлінген. Мысалы, біз қазір мұны 22-ші кварталға кірдік, 16-ші кварталдан бағанағы нені. Мұны генетический резерват, Сиверс алмасының несі. Осы жерде Сиверс алмасының несі бастала ма? Жоқ, бұл жерден басталмайды, бұл сол мынау нелер ғой, алма жабай не. Анау бәр жерден басталады, бірақ мынау ерекше қолға алатын не ғой. Вот осылай жағдай. Біз қазір неменен кетеміз ана. Төте жолменен, тропаменен, мынау машина жол жоғары қарай шығарады. Сосын не жаққа қарай. А мынау сол не дер, мынау шыршалар, қолмен өскен ғой. Мына жерде тропа бар. Тропаменен өтеміз. Излика. Мен астында бұлақ бар. Қатты өтіп кеткен ғой. Мына қарақат деген болады. Қаны қарақат. Мына кішкентай еді. Смородина мейра дейді. Жеуге болады ғой, Смородина мейра. Смородина мейра? Зерттеген адам ба? Иә. Анау не? Ежевика. Астында. Жаңа қара шиповник па? Жоқ, қызыл мынау. Қызыл. Мынау мына барбарис. Мынау ма барбарис деген жаңа кеше барбарис деп отыр. Иә, барбарис. Разноножковый дейді. Барбарис. Қышқыл ана не. Жемісінің түр-түрі бар десеңші. Мынау черемуха. Бәрі бар. Ішінде жүрсеңіз қарныңыз ашпайды. Мынау қара итмұрын ана. Не дейді ана. Шиповник колючейший дейді. Шипишканың үш түрі бар. Фетченка дейді. Мынау колючейший, қара. Мынау шиповник шренка. Фетченка деген болады, олар биік анау. Талмен бойлап өседі. Мынау не дер ана құлмақ. Біреулер гүлдеп не тұрса, екіншісі енді гүлдей бастайды, көрдіңіз ба? Мынау душица деген не дер. Мұны енді
цветение болды, енді тұқым шашуға екпе жатыр. О, тоңғыды бар. Ондай, ана не? Аса бірдеңке шағылған жатыр. Істейтін нелер көп. Өздері путь етпейді, өздері өсе керек ғой. Жері құнарлы. Аппараты считает мужской. Қайындар, ашина, не бәрі аралас өскен. Өсімдіктің көп түрі бар. Мына Алтайдың өңіріменен мына жерде почти бір қалыпта ғой. О жақта бар өсімдіктер біз жақта бар екен. Алтайский край дейді ғой. О жақ төрт мемлекетке бөлінген ғой. Қытай, Монголия, Россия, Қазақстан. Алтайский край. Төрт мемлекет. Мұны маралдар Маралдар сенділім. Жоғарыдан енді түсет. Суға түсет. Енді бұлар осының несінде не басталады енді бұлар гон дейді ғой, шағылысады. Енді бұлар еркектері бір 3-4 жинап алады дағы ұрғашыларын. Бірінші төбелеседі, содан кейін ең мықтылары. Ақыратын жары? Қышқырады, сызғырады дейді ғой анау. Деп, соны бір-бірін шақырады. Сол кезде олар не болады? Аңқау ештеңеге қарамайды, тек қана ұрықтандыру керек. 4-5 ұрғашыны жинап алады дағы. Содан кейін марал түбірі дейді ғой, жаңағы рапончиком сапыларовидный. Вот соның түбірін жейді екен. Онда біреу зерттеген ғой. Содан кейін анау қалай бұл не үшін жейді гон кезінде деп. Содан жегендағы содан кейін 3-4 ұрғашыны бірінен кейін бірін ұрықтандырған ғой. Күш бере ма сонда? Күш береді. Аталық марал тамыры дейді, оның аталығы да бар, аналығы да бар. Аналығы неде? Күншуақ беткейде өседі да, аталығы теріскей бетке өседі да, бірақ олар кішкене жуанырақ не болады. Жалан астыран тұрады. Вот сондай, бізді де черный рискан шақырады. Резерватия возле яблони Сиверса, как приняли? Принято, до связи. До связи. Осылай айтып тұрасыздар ма? Хабарлайды өздері. Мысалы 9-да, 9 болмай бір шығамыз. Содан кейін сағат 11-де бір шығамыз. Содан кейін барып неде 3-те, содан кейін 5-те, 7-де, 8-де шығамыз. Уже конец связи дейді. Пожароопасный периодта сол сағат сайын шығып тұрамыз. Не болмаса бір төтенше жағдай орын алса, онда уже хабарласамыз рацияменен. Осылай төтенше жағдай болды. Мұны шошқалар қазған жерлер ғой. Бұл жерде су бар, солардың өздері ғой. Көктерек асин.
мынау ма? Мынау қайың. Қайың ба? Береза. Береза Чаншанская дейді. Береза Тяньшанский деймін. Чаншан деген миллионы күшті фамилиясын неткеннен кейін мынау Чаншан тауын зерттегеннен кейін оған бұл мықты губернатор не берген ғой, Чаншанский деп қосымша Атақ берген. атақ берген. Лақабат дейді ғой, Иә. сол сияқты. Қабанбай деген сияқты нәрсе ғой. Қабанбай, қабанды немен шоқпарменен басан соққаннан кейін Қабанбай аты болып кетті ме? Негізі аты Ерасыл ғой оның. Иә. Ерасыл батыр. Жаңа Лепсінің музейінде Қабанбайдың суреттері нелер тұр ғой? Иә, ол енді осы жақтың бәрін еңбек сіңдірген ғой. Майдан үшімен, білектің күшімен дүние жерді қоршап батырларымыз, бабаларымыз сақтап қалған. Сол енді осы табиғатты қорғау керек, қоршау керек. Сол ізді жалғастыру керек десеңізші, батырлардың. Жалғастырғанда адамдарға түсіндіріп айтып, соның кейін табиғат ананы қорғау керек, соның міндет. Біздің профессиональный не дейді ғой. Ол үшін ар жағында махаббат табиғатқа. Онсыз әр нәрсеге махаббат. Мынау малина уже пісіп бітті. Бұны аңдар жей ме? Құстар, жабайы құстар, қара құр, нелер көрінеді. Көріп келеді. Аю керемет өсіп қалады. Аю деген. Мына Аю қазбаны балын жеген өй деймін? жеген, иә. Араны есін. Бұз кетті ғой. Иә, аюның несі қопарып кеткен ғой. Жерде қалтыраған шығар. Шышқан ізі ме? Бәрі бұлаққа барады екен ме? Осы ары көтерді. Шөлге неге төзімді садақ көде дейді бұл Садақ кабылі. көде деймін оны? Қадалады ана. Тасқа қадалып өсе ме? Жоқ, тұқымдары қадала ма? малға неге Сөйтіп таралады ғой. тобылғы мұны. Қан тобылғы мұна ма? Мұна тобылғы.
площадка феминистский. Соны бақылап зерттеген научниктар келеді. Отдел неден научный сотрудниктар управлениеден келеді. Неден келеді. Байқап. Көкторғайларды аралан жейді. Иә, жейді ол не. Құшып жүреді неде. Ана көп. Бағана бұл аю омартасын ана нені жабай араның несін жеп кеткен ғой. Кеше ана омардан шыға барғанда айтып жатқан бір торғайлар араларын жеп кетті деп. Иә, осы мына көк торғайдың. Аюлар жатқан ба? Маралдар ма? Маралдар жатады. Неде? Бұл құлмақтар, ә? Орша хмель дейді. Хоффен дейді, немше. Несі? Хоффен. Мұнда мұны. Неде мұны? Көрген ма? Ал киіп жүрмейсің. Не кеді ма? Киіп жасай. Өсірмейді анам. Ол не ма, зиян ба? Орап. Көп мөлшерде өскен зияны көп қой. Зияны да бар. Мынау ғой, мынау да. Ya aman iyisi var mı? Pişke жатқан не қандай? Емен. Біз жаңа ғана төбеге шыққан жолға кесіп өттік. Кесіп өттік, ана нені. Өте жол ғой. Неше түрлі түстер болады. Сары түсі, қызыл түс, не колеровка кезінде соның более жақын нелерді нетеміз. Алманы қай сортқа прививка жасауға болады, соны колеровать етеді ғой. Аюдың қиы. Мына нелер өрік жеген ба? Өрік жеген. Ана нелер? Қара өрік дейін, ана чернослив. Көк алма жеген берде бар. Іші өткен ау дейм, ә?
іші өткен-ау деймін да. Фекальная куча дейді. Освидетельствование жасаймыз. Ана көшер кезде, чтобы несі бәрі табиғатқа зиян келтірді ма, келтірмеді ма, соны освидетельствование дейді. Жаңа омарташыны тексересіздер? Иә, тексереміз. Қалай зиян келтіру мүмкін мысалы омарташы? Мысалы енді ағаш кесті ма, жоқ, не етті ма, өзі адамның антропогендік несі дейді ғой, қылмыс жасады ма, жасаған жоқ па, сондай нелер болады. Су бар, шошқалардың өздері бар. Шошқа көп болды ғой, шошқа көп. Кормовая бар, алма, тамырлар, неше түрлі өсімдіктер. Түн салып жатыр ғой, оны құстар жей ма? Құстар да жейді, аңдар, бәрі жей береді. Қыстың күні әсіресе қарақұр, недер бар. Яблоня ягодная дейді. Ар жағында долана алматинский, долана боярышник алматинский. Джунгарский бар, ол қап-қара болады. Қара не болады, қара долана. Долана дәрі ма? Долана Давлениеге? Давлениені нормализовать етеді. Адам мысалы не жоғарлатпайды, не төмендетпейді, сол нормальный давление. Мысалы калина жоғары давленияны төмен түсіреді ғой. Калина красная дейді ол. Ол мысалы давленияны жоғары болса, төмен түсіреді. Мынау нормализовать етеді. Не жоғарлатпайды, не төмендетпейді, орта. Оны сонда қалай қолдану керексің бе? Жей бересің. Жей жесең? Жей бересің. Не болмаса шырыны болғанда шай сияқты қайнатып, тұқымның несін аласындағы, бетіндегі несін аршымай, сол несін бірақ жидек дейді ғой, сол жемісін бірақ сала-саламын, шауынға қайнатасың болды. Негізі тек қана несін алған дұрыс, сүйегін алып тастап, негізі сол омарташы. Омарташыға келдік. Әр жерде бір омарташы бар екен, Бұл жерде ара балы неге жақсы ғой баша. Өсімдіктерін опылять етеді, гүлдерін ұрықтандырады. Бір гүлге отырып, екінші гүлге нетсе, соны ұрықтарына аяқтарменен, несіменен опылять етіп. Табиғатқа да пайдалы десеңіз, омарташылар. Өте пайдалы. Оларда негізі көп болған. Ана балының өзі қандай қымбат тұрады ғой. Бал бағасы да түспейді, несі де түспейді. Привет! Мы на яблоню едем.
Видишь, ба? Лошадь, он немножко пристал, в этом оставил, говорит, Лошадь устал. в Лексинске оставил. И вот это. Лошадь-то все мокрое. Ну, она это, только Шаршап не кетті. мятая она. Шаршап кетті бізді тасып терледі. Это, говорит, спроси, мед на продажу есть? О, алма. В ауле, да? Ну, скажем, былай қарай барамыз. Алма ағашқа, жабы алма ағашқа. Су ішесіз ба? Су ішуа, я. Ну, подросла, а? Щенок. Вон там по дороге шлевятник вот такой. Туалет сделал. Неге дейін шалғыменен осы жол салып қайтадан өсіп кеткен. Әйтпесе мына шаппасаң қайтадан өсіп. Выпачкать часто. Сейчас покажи. Покажи. Им эти это делали месяц, говорит, месяц это делали, седло делали. Кыргызстане? А? Кыргызстанда ма? И они в Монголию поехали. Күнгейбетті көрдіңіз ба? Тастақтау не жерде өсімдіктер кеткен, онда Күнгейбетте күйіп кеткен, ә? теріскейбет. Теріскейбетте мұны қарағай нелер қанша қалай оны. Почти бір не несі климатические условия дейді ғой. Рельеф дейді ана. Рельеф местности қалай әсер етеді. Умно. Күншуақ тақырау оймен бірден Қарақаттар, ә? дәмін тарт. Алып, жеп. Алайық. Вареньясы несі қандай Неше түрлі витаминдерге тойып. Жоңғар Алатауға саяхаттасаңыз осындай витаминдерге толтырып сөйтіп пайдасыздар деп. Кішкене беті келгенде малинаның таңғұрайдың несі дәмі аузынан кетпейді ғой. Иә, ол Бұрханбұлақта болды малина. Шуамлаққан. Сол кезде барғасы ғой. Иә. Мезгілінде. Қайынға. Неше жыл өскен алма ағаштар ғой мынау. Ара. Мына жер мына туннель сияқты. Алма ағаштың аталарына жақындап келатқан сияқтымыз ғой, ә? Иә, мынау мына туннель сияқты. Неде қалай туннель алма ағаш екен мынау. О, мынау арқа. Не деген? Өзі өсіп Иә. неткен ғой. Кәдімгі андай тропика сияқты болып тұр ғой. Амазон. Жабай. Амазон. Лианы. Иә, лианы бәрі бар. Құстардың, аңдардың қандай түрі бар дедіңіз жаңа айтсаңшы. Мынау мұны бүркіт ұшып жүрген. Жас бүркіт. Жас бүркіт пе? Жас бүркіт. Енді ұшып жүр.
қыраны көк байтақ аспанда. Еркіндікте жүрді қойсаңшы. Бұл да қызыл кітапқа енген. Шүйенен түсіп барады. Аң аулап бара жатыр ма? Тас сияқты екі қанатын бұлып алған еді. Сол. Ракета десеңші. Өз-өзін денесін жібере салады ғой, ана қанатын бүгіп алады. Содан кейін тас сияқты түседі ғой тура. Лақтырған тас сияқты. Сол денесімен несіменен нені скорость дейді ғой. Соны күшейтеді. Соны чапчандығында сонdan тырнақтың күші қандай өткірлігі. Сан етін бұлшық еткен өзі қандай тартылып тарамыз соны жылқа дейді ғой. Мақта бірақ бүріп тастайды. Ит құсқа түсетіндер болады ана қасқыр. Ит құс деп қасқыр деп атын атамаймыз. Жаман ауыз деп айтамыз, сосын не деп айтасың? Бізде бөжек дейтін. Иә. Аң құс дейді ғой жаңа. Иә, аң құс дейді. Бізде ит құс деп айтады. Ит құс дейді. Сілеусін бар бұл жерде. Қар барысы бар, Қар барысы жоғарыла. Ана теке бар жерде. Теке бар жерде жүре ма? Текелер жейді ғой. Ағар не сияқты жатыр ғой, ағаштардың несінен жасыл сияқты бір жылтырап жатыр ғой. Сол Лепсі өзені. Мына Көрдім. сол Лепсі өзені астында ағып жатыр. Үлкен. Лепсінің басы қайдан, жақтан қардан алады. Қардан алады. Соны көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Сол. Недер бар, қарағай бар, шырша, бәрі бар. Болып тұрған ауан иісі, қарағай, ерекше иіс. Біртүрлі, мен оны сөзбен айтып жеткізе алмайсың. Біртүрлі французский духин садаға кетсін дейді ғой. Иә. Жолда қалады. Мына иістерді иіскеп сіздер денсаулықтарыңыз мықты болып жүрген шығар. Рахаттанып. Қалаларға барсаңыздар сіздер түтіннен шығам. Иә, ол жерде Қашып кететін жарсыздар. Қара, мұны алмағаш, Сибирс алмағашы дейді ана. Алмағаштардың атасы ғой. Бүкіл. Иә. Осы жерде. Бұндай ағаштар көп, бірақ олар алыста жете алмайтын жерде, Иә, Бұндай ағаштар көп екен, бірақ алыста. Мынау Сирус деген алмалардың атасы. Не деген жуан. Үш адам құшақтаса жететін шығар. Керемет. Сирус деген сонда, Сирус деген зерттеген адамның аты ма? Иә. Сол кісінің негізі бұл жабайы Қазақстанның жабайы алма ғой. Жабайы өсімдік. Жабайы алма. Анда бір сүйекте мен көрдім ба? Үш адамның құшағы. Үш адамның құшағы былай неге жетпейді. Мына бір адам, мына жерден. Мына адам былай. Екінші адам. Иә. Жаңағы
үш адамның несі ғой. Үш адамның құшағы. Жуан екен. Бұл алма сала ма, салмайды? Салады. Бұл ана недері бар. Ана алмалар тұр. Алмалары бар. Енді осының алмаларын алып, осы маңайына отырғызайық деп отырмыз. Именно осы үлкен алма ағаштың несі тұқымын көбейтейін деп жатсыздар ма? Өсіріп өзінің ана атовизм деді ғой, генетически унаследованный. Соны алаңқайға неге отырып тұқымынан. Мыналар сол тұқым ба? Иә, бәрі бір тұқымдар ғой. Бәрі тұқымдар. Мынаның астында тағы да бар мынандай зор алма ағаштар. Ол жақта да көп, енді оны құраған не. Енді ол жағына бәр жерге жол сала берсең, тағы да болмайды. Иә, жол сала берсеңіз бұзылады, табиғат бұзылады. Мына жер мұны жақсы көрініс, жалғыз алма ағаш емес. Мына жер жалғыз алма ағаш емес. Мынаның үстінде Маслова грива дейді, Маслова Нечаевский дейді, анау Баурский нелер дейді. Соның ар жағы Андреевка несі. Мұны ағайран су, тура не сияқты. Жап-жасыл су, лепсін су астында көрініп тұр. Қайындар, недер, кішкене жоғарырақ, ар жағында кішкене салқындау. Мұнан көрі несі температурасы кішкене нелеу төмендірек. Содан кейін салқын шыршалар өседі, көрдің бе? Теріскей бетте. Анау жоғарыдағы ма? Жоғары. Оның ар жағы жазықтау жер, анау төбенің үсті. Альпийский луга дейді анау. 200 метр над уровнем моря. Мұның үсті. Содан ары қарай көтеріле береді. 2000 метров. Осы гигант алма. Бирка салып қойғанбыз. Биркасы бар. Нөмірлеп қойғансыздар ма? Нөмірлеп қойған, нөмірлеп. Сізді қалай түрімнен? Сәкенменен пышақ алмастырып алдық. Германиядан келген не болсын, естелік болсын деп. Соны кішкентай болса да сувенир, бірақ неге пышақты көрген кезде еске алып жүреді. Ағамыз Германияда служит еткен екен, армияда болған екен. Кармакштадт деген елде служит еткен. Пышақ айырбастап алдық. Германия Солинген. Жақсы пышақ. Енді мынау китайский болуы мүмкін ба? Бірақ сонда да естелік. Не болса да. Сол енді естелік. Ешкімге бермей, көздің несінде сақтаймын ғой. Сақтаймыз, қолданыңыз. Жақсы, рахмет. Сізге де рахмет. Осы үлкен алма ағаштың несінде гигант дейді бізде. Соған туристический немен келген, маршрутпенен соғысыны көрсетіп, бар білгенімді айтып ке жатырмын енді айтыр. Сол жақсы естелік. Жақсы білуім керек. Окружающий не дейді ғой. Среда обитания, сол бәрі әсер етеді.
Mana kunlarga keldik. О, мына түнет. Орман таза. Табиғат қандай тамаша деп. Не жоқ, машина жоқ, не жоқ, ешқандай завод. Бұл жерге адамдар машинамен келе алмайтын шығар? Мына жерге сол атпен жаяу шығады. Көбінесе сол. Енді біздің Жалаңашқа деген не бар ана жерде. Ол да не ғой. Бірақ ол жерге қазақтар демалуға келеді енді оларды. Өзі ана критика болсын. Қазақтарға критика айтып жіберейін дейсіз ғой. Мысалы нені Жалаңаш көлге дейсіз ба? жоқ, Жалаңашқа деген Жалаңаш. ана жерге бардыңдар ғой неге. Жалаңашинский лесничество дейді. Жасы көлге жетпей. Вот сол. Мысалы ол жерге барады демалуға. Бір қойдың етін пісірады дәу қазанға. Демалған деген осы деп. Соны ағыны жүйді нетеді. Басқа демалуға қайдағы демалған қарын деген былай етке тойып алады. Өзі несі де жоқ. Мысалы жүрмейді, табиғат қарамайды. Жаяу жүрмейді. Машинеге мініп алады. Машина. Мысалы шетелден келеді. Шетелден келген азаматтарымыз олар мысалы бір весь мешок неден келеді, Германия, Польшадан, содан бір не таяқтары бар. Сонымен трапу покажите дейді. Таңертең бір кофесін қайнатып ішеді дағы. Уже олар спортивный киім киіп алады. Табиғатқа шыққысы асығып тұрады ғой. Соны трапаларменен зерттеп жүреді дағы. Көбелек, өсімдік, соның бәріне мынаны суретке түсіріп, ананы зерттеп, бізде салыстырып, мысалы, бізде мынандай неғып өспейді, мына жақта қалай дәу болып өскен, табиғаттың әсер қалай етеді, соны салыстырып, нетіп, қазақтарда ондай жоқ. Ой, тамақ ішіп алсақ, бір қазақтың бір тойғаны, кедейдің бір тойғаны, шала байғаны деп, соны бір қазан етті жеп алады. Содан кейін қарындарын сипалап, соны түнде төмбекшіп ұйықтай алмайды, қайдағы демалыс ол. Мысалы сол шетелден келгендер рюкзагын алып алады, несін алып алады, бір кофесін ішеді да. Кешеден мен де мынаның бәрін зерттейді, мынау қандай көл, мынау қандай. Кешеден мен сол жайлы айтып жатырмын да видеода. Жаңағы мен саяхатта жүрмін ғой, атпен жаяу арасында. Сонда сен неге жүрсің андай комфортный болып, жаңағы бір жерде жатпайсың ба деген сияқты. Сондай айтады да мысалы. Мен айтып жатырмын, дұрыс емес ол. Роскошь деген мысалы немістерде Трабант деген машина бар. Ол бір айлығы любой жұмысшы қандай не болсын, Трабант деген машинаны бір айлық зарплата, бір 2-3 айлыққа сатып ала алады. Дойч марка дейді, сонымен сатып алады дағы 3 зарплата. Мысалы біздің машина алу үшін, шетелдік қымбат машина алу үшін кредит аламыз, не аламыз, үйін сатады, не әйтеуір машина мұнда мықты машина деген сияқты атақ құмар
ата құмарлық, ол керек жоқ. Иә. Мысалы, средства передвижения. Абайда айтқан ғой ол туралы. Ата құмарлық, жаңағы ақша шашу дейді ғой. Иә. Средства передвижения дейді. Ол средства Бекер мал шашу деген әңгіме сөздер бар ғой, жаңағы абай қараса. сырап дейді ол. Сырап жасамау керек. Өзім мөлшерімше қанша қарын тойын керек, тояды, сонша қанағат қандыру керек дейді. Қанағат қарын тойғызады, қанағатсыздық жалғызатын сойғызады деп босқа айтпаған. Вот сол үшін мына табиғатқа мына туристическая рекреационная деятельность дейді. Рекреация деген оздоровление организма за счет отдыха дейді. Ол ана дем алғанда қандай нагрузка алып дем алады кейбіреулер. Жүрдім, мен ана тура мұрттай ұштым дейді ғой. Шаршадым, ұйықтап, соның бәрі адам отключаться етеді дағы. Миым бәрі не. И қайтадан мықты әсер алады дағы. Настроением болып, таңертең күліп тұрып, сол демалған деген. Атау таңертең тұрып алады дағы. Ойбай, ішім ауырып кетті. Дәретханаға жүгіру керек. Кеше көп ет жеп қойдым, майлы ет жеп, бүйрегім ауырды, печень ауырды, анау сөйтті, битті деген сияқты. Сол мен атпен саяхаттап жүргенде айтып жатырмын да, енді таныстарға, туысқандарға. Шаршадым мен деймін. Өйтсем мен шаршадым, сен неге атпен саяхат жасап жүрсің деп маған ұрсады. Ол мен шаршағаным, ол демалғаным деп айтып түсіндіре алмай жатырмын да. Демалған деген сол. Ол демалған деген сол деп. Оны айтсам олар күліп жатыр, түсінбей жатыр. Ана научный... Сіз дұрыс айтып жатсыз, осы жерде бар ғой да. Кеше ойлағандарды айтып отырсыз. Научный терминмен айтқанда рекреация, оздоровление организма за счет отдыха дейді. Рекреационный нагрузка болады, рекреационный не болады. В общем, бәрі соған неткен ғой. Енді ол соны ойлап мен де айтып жатырмын. Біздің қазақтар қатты соғанда қиналмай демалғанға қатты жаңағы құмар деймін да. Дұрыс емес ол. Дұрыс емес. Қиналмай жаңағы бір жерге барып жатып алып, ішіп жеп, қайтып кету. Етіп, соны құмарын қайтарып, сол болды бұл. Мысалы, бұлай нелерді көріп ана шедері. Рюкзактарын ашып алады, таяқтарын алып алады, лыжный палка сияқты нелер. Сонымен жүреді. И оған бәрі мынау әсер өсімдіктің несіменен демалған, иісі қандай, сол жаңа зерттеп, кругозор уже басқаша. Сол кругозор жайлы да кеше айтып жатырмын. Адамдар қазақта біз мына ойлауды өзгерту керек. Ойлау мына қалай ойлайды қазір қазақтар, көбісі дұрыс емес. Дұрыс емес. Ойлау нені өзгерту керек. Былайша айтқанда Осын мектепке енгізу керек ол программа, программа обучения, соны енгізсе, бала бесіктен деп. Сол болар бала бесіктен болады, солан тәрбие. Как мы поехали? Ты не будешь спускаться? Ну давай, счастливо. Нормально. Шай ішуге әңгіме. Омар ташы жігіт шайға шақырды. Қонақ жай жігіт екен. Сондай міне достар, ағамыз өте дұрыс әңгіме айтып жатыр. Мен кеше айтқан әңгімені ағамыз айтып жатыр. Былайша айтқанда ойымыз тура кеп тұр. Мен де дәл осы сіз айтқандар кеше мен видеода ойланып айттым да. Бұл қалай біздің демалады қазақтар, қалай ойлайды. Көп нәрселер былайша айтқанда өзгерту керек қазақтар. Мысалы, мына табиғатты қалай ластап жатыр, соны да өзгерту керек жаңа. Менталитет. Менталитет жаңа. Машинеге мініп алып жаңа табиғатқа барып, тойып алып үйіне қайтқан, ол демалыс деп ойлайды да. Ол дұрыс емес. Ойланыңыздар.
Ажи. Алмалар тұрып қалып жатыр ғой. Сүңгіме де ілініп қалыпты. Алма. Он пустили, посмотрели. Гигант, яблоню. Прародительница всех яблонь. Север. Сияқты. Сол сияқты ерекшелеу. Аралар қонып жатыр да. Дунайский, Донский, Донник. Ковид сияқты екен. Мынаның несін көр. Тура сондай. Жапырақ бәрі бірдей сияқты. Бір недер ғой.